Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Біз мұсылмандар өмірімізге музыка деген нәрсені тым қатты сіңдіріп алған секілдіміз. Тіпті бастарында орамалдары бар қарындастарымыз да, мұсылман ер азаматтарымыз да видеоларда музыкаға шашып билеп тұратынды шығарды. Сырттан қарағандар бұларды көріп, музыканы толығымен халал нәрсе деп ойлап қалатындай көрінеді. Және де кейінгі кезде TikTok және Instagram сияқты әлеуметтік желілерде ислами видеолардың ішінде де музыканы көп пайдаланып жүргендерді көріп, музыкаға байланысты аяттар мен хадистерді келтірген жөн болар деген ойға келдім. Мүмкін ескерту болар. Музыка дегенде рұқсат етілген, Алланы ұлықтайтын нашидтер туралы айтылып тұрған жоқ бұл жерде. Қараңыз, мысалға, бір видеода Құраннан аяттар келтіріліп жатады, аудио немесе мәтін форматта, бірақ фонында скриптониттің немесе тағы басқаның харам музыкасы тұрады. Ал ол нәрсе өте дұрыс емес болып саналады. Алланың ұлы сөздерін харам музыкамен қаптаудың дұрыс емес екендігін түсінсек екен. Төменде музыка туралы адамдарды ойландырар бірнеше аят хадистерді келтіретін боламыз. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай, және де өтініш болсын бауырлар, роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Бірінші, Аллах тағала Құранда айтты: адамдардың түк білмесе де Аллахтың жолынан адастыру және тәлкекке алу үшін бос сөзге айырбастап алғандар бар. Міне, солар үшін қоршаулы азап бар. Лұқман сүресі 6-шы аят. Ұлы сахабалар Абдулла ибн Мас'уд, Абдулла ибн Аббас, Имам ибн Аби Шайба, Хасан аль-Басри, Муджахид, Икрима, Ибрахим Нахаи, Мақхули және тағы басқа үлкен ғұламалар бұл аяттағы бос сөз деп, музыкамен ән жайлы айтылып жатыр деп түсіндірме берген. Екінші, мейірімді Аллах тағала өзінің құлдары жайлы Құранда: олар өтірікке айғақ болмайды да, бос, пайдасыз сөздерге кездессе маңғазданып өтеді, деді. Фурқан сүресі 72-ші аят. Имам Абу Бәкір аль-Джассас, Имам Абу Ханифаның бұл аятта бос сөз деп, музыка мен ән жайлы айтылған деп айтқанын жеткізді. Үшінші, Құранда Аллах тағала шайтанға: олардан шаман келгенін даусыңмен әуліктір, деді. Исра сүресі 64-ші аят. Үлкен тәпсіршілердің бірі Муджахид бұл аятта дауыс деп музыка, ән, би және бос нәрселер жайлы айтқан, деді. Имам Суюти, Имам Муджахидтің сөзін жалғап, бұл аяттағы дауыс деген ол ән және сырнайдың дауысы деген. Төртінші, Абу Малик аль-Аш'ари пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмметімнің арасынан әйелдің жыныс мүшесін, яғни зинаны, жібекті, арақты және музыка аспаптарын адал деп санайтын қауым шығады дегенін естіп жеткізді. Сахих Бухари. Және Абу Малик аль-Аш'ари осыған ұқсас тағы бір хадисінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жақында үмметімнен зинаны, жібекті, арақты рұқсат дейтіндер пайда болады. Олардың басында музыкалық аспаптар ойналады және ән орындалады. Аллах олардың кейбірін жерге жұттырады, ал кейбірін маймыл мен шошқаға айналдырады деп айтқанын жеткізді. Сахих ибн Хиббан, Сунан ибн Маджа. Бесінші, Имран ибн Хусейн жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл үммет кейбір адамдарды жер жұтқаннан, кейбір адамдар хайуанға айналып, олардың үстерінен тас жауғанын көреді, деді. Сонда бір мұсылман: уа Аллахтың елшісі, бұл қашан болады, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: әншілер мен музыкалық аспаптар пайда болып, маскүнемдік жайлаған кезде, деп жауап береді. Сунан, Тирмизи. Алтыншы, Али ибн Абу Толиб пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: менің үмметім 15 нәрсені жасаған кезде олардың басына қайғы келеді деп 15 нәрсені айтады. Соның біреуінде әншілер мен музыкалық аспаптар үйреншікті болып кеткенде, деді. Сунан, Тирмизи. Жетінші, Ифах радиаллаху анху айтты: бір күні Абдуллах ибн Омар радиаллаху анху шофанның сырнайының үнін естіді.
Ол қолымен екі құлағын жапты да жолдан үдей түсті. Сосын «Әй Нафих, сен естіп тұрсың ба?» деді. Мен «Я» деген едім. Ол дауыс естілмей қалды дегенімше құлағын жапқан күйі әрі қарай жүре берді. Мен «Естілмей қалды» деп айтқан соң қолын босатты да мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шопанның сырнайының дауысын естігенде дәл осылай жасағанын көрдім деді. Имам Ахмад, Ибн Маджа, Абу Дауд. 8. Абдуллах ибн Омар радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде Аллах ішімдікті, құмар ойынды, гитараны, барабанды және барлық мас қылушы нәрсені харам етті деді. Имам Ахмад, Абу Дауд. 9. Абу Умама радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ұлы әрі құдіретті болған Аллах мені мүминдерге насихат әрі мейірім ретінде жіберді және маған музыкалық аспаптарды, сырнайды, ішекті аспаптарды, исламға дейін жахилет дәуіріндегі нәрселерді құртуымды, жоқ қылуымды бұйырды деп айтқанын жеткізді. Имам Ахмад, Абу Дауд. 10. Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам су шөпті қалай өсірсе, әнде жүректе нифақты, екіжүзділікті солай өсіреді дегенін жеткізді. Байхақи, Сунан. 11. Анас радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні Аллах ән тыңдаған және айтылған жерде отырған адамның құлағына қайнаған қорқасын құяды деп айтқанын жеткізді. Ибн Асакир, Ибн Әл-Мисри. 12. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қоңырау бұл шайтанның сырнайы дегенін жеткізді. Сахих Муслим, Абу Дауд, Сунан. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.